Жастардың бәрі қазір ғаламторға өтіп кеткен, наркотик сияқты. Тез қарайды, тиктокты да, ютубты да манипуляциялау, жастардың ақыл оймен ойнау, олардың амбициясымен, олардың қызуқандылығымен ойнау жақсы пайдаланатын болған қазір. Дастан Желеуов, Шымкент қалалық орталық мешітінің наиб имамы, рант мүшесі, Әл-Асқар университетінің түлегі. Салафизмнен не үшін қорқамыз? Егіліп атқан дәндері түбі такфирге апарады, түбі тағутқа апарады. Үш негіздің астарында исламды бұзатын 10 шарт бар. Осы нәрселердің барлығы оларда кітапта, жихадқа сілтемелері анық көрініп тұр. Ол жерде де 4 қағиданы қарайтын болсаңыз, ол жерде де нақты жихад туралы ештеңе айтпаған сияқты болып көрінгенмен, бидағат пен күфірмен пайғамбарымыздың соғысын айтады дағыны. Біздің заманымызда күфірді, бидағатты өзінің шегіне жетті деп келтіреді. Сонымен кітапты аяқтап қояды. Ал енді ары қарай Кастецкий сияқтылар келеді дағыны айтады. Енді пайғамбарымыз өзі күфірмен, бидағатпен жихад жасаған болса, біздің шегіне келіп тұрған болса, біз соны ашатын уақытымыз келді. Ана адамның былайша айтқанда пердесін ашып жіберіп жатыр дағыны. Перде ашылуымен Кастецкий оның сөзі ананың алдындағы егілген дана өзі бәрі пісіп дайын тұрған нәрсе, тек Кастецкий соның пердесін ашып жіберіп жатыр дағыны. Кастецкийдің сөзі оларға түсінікті болып жатыр. Абдулла Кастекский лақабатымен танылған радикалды идеолог, Дағыстанда дүниеге келген, ғылыми дәрежесі жоқ, терроризмді насихаттап, қарулы қақтығысқа адам арбайды. Даиш және Джебхат ан-Нусра террорлық ұйымдарына қаржы жинайды. Псевдоуағызшының лекциялары діни фундаменталистік көзқарасқа негізделген, дәстүрді мансұқтап, ғұламаларды жоққа шығарады. Ол Интерпол желісі бойынша халықаралық іздеуде. Кастецкийлерді қарап отырсаңыз, алдында отырған қағазын өзін дұрыстап оқып бере алмайды. Ежелеп оқып жатыр, өзінің сөзі емес, оған арнайы біреулердің жазып бергені көрінеді. Кастецкий болсын, Зуфарды айтып жатырмыз, кешегі Халидті де айтатын болсақ, Ринаттарды бәрін қосып жатқан Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітабы ғой бұларды біріктіріп жатқан. Оның артында осындай бір кейбір идеологиялық ықпал ететін күштердің бар екені белгілі. Қылмысты заңдастырып беріп жатқандықтан біз қазір барынша жамағаттарымызға бұндай ақпараттарға құлақ аспауларын кең насихаттаймыз. Профилактикалық жұмыстарды жасап жатырмыз.